Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Ертеде күндердің бір күні жылан жер жүзіндегі жанды мен жансыздарды жинап, мынадай арыз айтады. Мені Тәңірім сендердің бәрінен кем жаратыпты. Аяқ қолым жоқ, басымды көтере алмай жер бауырлап қалдым. Не жеп, не қоярымды да білмеймін. Сендер бүтін тілдісіңдер, ал мен айыр тілдімін. Ойлап отырсам, жанды мен жансыздардың ішіндегі ең сорлысы мен екенмін. Маған ешқайсыңның жәрдем еткілерің келмейді. Сен қасіретті көп тарттың. Ондайлар әрдайым әділ келеді. Бізге патша бола аласың деп сөзбен болса да жұбатып кетпейсіңдер, дейді ол ағыл тегіл жылан. Жыланның арызын тыңдап болған жанды жансыздардың барлығы оған аяныш білдіріп, өкпесін орынды көреді. Қара қылды қақ жарған ақ пен қараны ажырата алатын ақ жүре ақылшымыз болар деп өздеріне патша етіп сайлайды. Жыл артынан жыл, күн артынан күн өтіп жатады. Күндердің күнінде тойымсыз жылан екең бүкіл әлемге патша болып, барлық билікті өз қолыма алсам, бұдан да жақсы өмір сүрер едім. Кез келген тамақты ішпей, ең тәттісін ғана жейтін едім, деп қиялдайды. Осы ойын жүзеге асыру үшін өзіне қан дәмін айыра алатындардың бәрін шақырады. Қос қанатын делдитіп, аяқтарын шілтейтіп, қуарып шіркей, тұмсығын едірейтіп сона, маса, патшаның көңілін табам деушілердің бәрі келеді. Патша осылардың арасынан шіркей мен масаға жер жүзін аралап, өсімдіктердің дәмін татып, жандының қанын сорып қайтыңдар. Тек бұлар ғана емес, қаттыдан тастың, жұмсақтан топырақтың да дәмін татыңдар. Дүниедегі ең тәтті дәм бұдан былай менің тамағым болатындай етіңдер деп, оларға уақыт беріп, бүкіл әлемді шарлауға жібереді. Күн артынан күн өтіп, патшаның айтқан мезгілі де жетеді. Әлсіз шіркей жел болса шөптің түбіне қашып тығылып, желсіз күндері ыңылдап ән салғансып жүріп, кешігіп қалады. Ал маса өсімдік пен жандылардың ішіндегі қаны тәттісін біледі де, патшасына қарай әуелей ұшып әндетіп келе жатады. Осы кезде қарлығаш кез болып, «Я, досым, патшамызға дүниедегі ең тәтті тамақты іздеп кетті деп естіп едім, таптың ба?» деп сұрайды. Маса қарлығашты менсінбей, сұрағына жауап бермей, бұрынғыдан да бетер зулай жөнеледі. Түсіндім, жолың болып іздегеніңді тапқан екенсің, достым. Азаматсың өзің, сенің ептілігіңді еш нәрседен тайынбайтын беттілігіңді білемін. Осы қасиетіңді енді барлық қанаттыларға айта жүретін боламыз деп, қарлығаш масадан сыр тарта мадақтай сөйлейді. Бұл мақтауды естіген маса, патшамыздың тамағына кімді тапқанымды білесің бе, дейді шаттана лепіріп. Досым маса, мен не білуші едім? Сенен денемнің үлкендігі болмаса, ақылым аз емес пе? Сен патшаның ақылшысың. Қане төрем, айта қойшы, ардақты патшамыздың тамағына кімді таптың? Бұл сөзге еліре түскен маса, дүниеде патшамызға лайық ең дәмді ас адам қаны екен дейді. Адам сияқты ақылды да, айлалы да жан тұмсығын едірейткен бір сілімтік жарымжанға жем болып қалама деп, қарлығаш адамды құтқарудың амалын ойлайды. Менің ақылымның қысқалығы осы емес пе, маса төрем? Адамның қаны тәтті дегеніңе сенер сенбесімді білмей келем. Дүниедегі тәтті қанды тауып, дәмін татқанның тіліне алтын мөр түсіп қалады деп шешем көп айтушы еді. Мүмкін болса, тіліңді шығарып, мөріңді көрсетші. Алтын мөрге көз салғанның өзі біз үшін үлкен демеу ғой. Бұл мақтауға елірген ессіз маса, көрсең, көре ғой байғұс, деп тілін көрсетеді. Қарлығаш шап беріп масаның тілін жұлып алады. Тілінен айырылған маса сөйлей алмай ызыңдаған күйі жыланға қарай ұша жөнеледі. Қош, тілі жұлынды, аузына құм құйылды,
адамның қанының тәттілігін енді қалай түсіндірер екен деген оймен қарлығаш оның артынан ұшады. Маса патшасының алдына барып, бірдемелерді айтқысы келіп, ыз етіп зарға қағады. Бірақ еш нәрсені түсіндіре алмайды. Жылан айтады: мұның тілі аузынан түсіп қалған ба, әлде жынданған ба? Мынаның не деп тұрғанын түсіндіңдер ме? Кім бар? Деп айналасында тұрғандарға қарайды. Бұл көріністі сырттай бақылап тұрған қарлығаш: мен түсініп тұрмын патшам, дейді. Қане, түсінсең айтшы, Маса маған не деп тұр? Ол ызыңдап ұшып жүріп бүкіл әлемді араладым. Бірақ неше түрлі өсімдіктерді өсіріп шығарған топырақтан тәтті нәрсені таппадым деп тұр патшам, дейді қарлығаш. Тілі сөйлеуге жарамаса да, құлағы саумаса, мұны естігенде жаны шығып кете жаздайды. Қарлығаштың сөзіне ызаланған Маса оған қарай 2-3 рет ұмтылады. Өзінен үлкен қарлығашқа әлі келмеген соң, жыланның алдына барып жылап жібереді. Масаның бұл күйін көрген жылан: мұның тіліне бір пәле қылған екенсің ғой, деп қарлығашқа тап береді. Қарлығаш ұша жөнеледі. Жылан ұша жөнелген оның құйрығынан ғана тістеп үлгереді. Қарлығаштың құйрығы осыдан кейін айыр болып қалған деседі. Міне содан былай жылан топырақ жалап, Маса ызылдап қалады. Қарлығаш жыланнан қорқып, адамды дос тұтады. Ал адам қарлығашты қасиетті құс санайды. Соңы. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Досыңызбен бөлісе отырыңыз.